Қайырлы күн. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін оқу сауаттылығынан мәтін талдауды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі талдайтын мәтініміз Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя шығармасынан алынған үзінді. Алдымен мәтіннің мазмұнымен таныспас бұрын мәтіннің сұрақтарымен танысып алайық. Сұрақ. Бауыржан Момышұлының әкесінің жасы. Мәтіннің соңғы азат жолына сәйкес келетін мақал мәтел. Әжемнің әкеме қойған аты. Мәтіннің кіріспесінде автордың әке бейнесін еске түсіруде назар аударған тұсы. Момыш меңгерген өнер. Өздеріңізге белгілі, жазушы, Ұлы Отан соғысының батыры Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя шығармасынан алынған үзінді. Өткен мәтіндерде біз осы Ұшқан ұя шығармасынан мәтіндердің талдағанбыз. Бүгін мына тағы да бір үзіндісіне назар аударайық. Енді мәтіннің мазмұнына назар аударыңыздар. Видеоны тоқтатып қойып, мәтіннің мазмұнымен танысып шығыңыздар. Мәтіннің мазмұнымен танысып болсаңыздар, өздеріңіз байқағандай мәтін бірнеше азат жолдан тұрады екен. Жеке-жеке азат жолдарын белгілеп көрейік. Мына үзіндіде бірінші азат жол. Қазір қараймыз. Бірінші азат жол, екінші азат жол, үшінші азат жол. Келесі төртінші азат жол мына жерде. Төртінші азат жол, бесінші азат жол мына жерде. Алтыншы азат жол, жетінші азат жол. Осымен біз мәтініміз аяқталады. Енді өздеріңіз міне байқадыңыздар, мәтін 7 азат жолдан тұрады. 7 азат жолдан тұрады екен. Енді жеке-жеке сұрақтарға тоқталайық. Бірінші сұрақ. Момышұлының әкесінің жасы. Әкесінің жасы жаңа байқадыңыздар деп ойлаймын. Бірінші азат жолда айтылған. Мен туған кезде мәтіннің үзіндісі тағы да естеріңізге сала кетейін. Мәтіннің сұрақтарына жауап берген кезде біз мәтіннің мазмұнынан ауытқымаймыз. Автордың көзқарасын, яғни мәтіннің мазмұнын біз міндетті түрде сақтап отырамыз. Мәтін бойынша жауап береміз. Мен туған кезде әкем 50-ді еңсеріп қалған кісі екен. Демек, мәтіннің мазмұны бойынша Бауыржан Момышұлының әкесінің жасы осы үзіндіде айтылған, яғни бұл 50-ді еңсеріп қалған екен. Д нұсқасы. Екінші, мәтіннің азат жолына сәйкес келетін мақал мәтел. Екінші азат жолына біз назар аударамыз. Екінші азат жолында, соңғы азат жолына сәйкес келетін мақал мәтел. Былай дейді. Әкем базардан келе жатқан. Үлкен әпкем мені әкемнің алдынан алып шықты.
Әкем қоржынды түзеулеп ерге мені отырғызды. Жалма-жан ердің қасынан шап беріп ұстай алдым. Әкем ат тізгінін жетектеп келеді. Үйге дейін 30 шақты қадам болса да, мен ердің екі жағына алма-кезек ауытқып, қоржын ішіне сырғып түсе бердім. Әкем рақаттана күліп, қайтадан ерге отырғызады. Әпкем болса, қатарласа жүріп, қорықпа, берік отыр, дейді. Әкем маған ата тегіміздің аты жөнін үйретуші еді. Кімнің баласысың деп сұрайтын ол. Мен Момыштың ұлымын. Момыш кімнің баласы? Момыш, міне, Имаштың баласы. Осылайша мені 7 атаға дейін жетелеп отырып санатады. Ал келген қонақ ең алдымен атымды сұрайтын, сонан соң менің 7 ата жөніндегі білімімді тексеретін. Ел танудың басы ең алдымен осылай басталатынын ол кезде кім білген. Демек, мәтіннің соңғы азат жолына сәйкес келетін мақал-мәтел бұл 7 атасы туралы айтылғандықтан 7 атасын білмеген жетесіз деген мақал-мәтел келеді. Әрбір бала 7 атасын білуге міндетті. Әжемнің әкеме қойған аты. Үзіндіге назар аударамыз. Имаш бабамның көзінің тірісінің өзінде біздің шағын ауылды Момыш ауылы дейді екен. Шаруамыз шапшағын еді. Біздің үйдің іші қартайған Имаш бабамнан бастап енді есін біліп келе жатқан баласына дейін жеген нанын, табан ақы, маңдай теріме тапқан. Жас кезінде әкемді әйелдер жағы молда бала дейді екен. Кейін ұста бала дейтін болыпты. Ал әжем әкемді қара қатпа деуші еді. Әкем орта бойлы арық қара кісі. Міне демек, әжем сұрақ бойынша әжемнің әкеме қойған аты қара қатпа. Келесі сұрақ. Мәтіннің кіріспесінде автордың әке бейнесін еске түсіруде назар аударған тұсы. Мәтіннің кіріспесіне назар аударамыз. Мәтін кіріспесінде айтылады. Мен туғанда әкем 50-ді еңсеріп қалған кісі екен. Әжем жарықтық. Әкемді балаларымның ішіндегі еті тірісі осы деп отырар еді. Әкем өз бетінше талпынып жүріп, ескіше сауатын ашып міне алыпты. Содан өле-өлгенше өз бетінше оқып тоқыған адам. Ол есеп қисапты да тәуір білетін. Тіпті орыс алфавитінде ежіктеп шығара беруші еді. Демек, талапшылдығы емес, бұл жерде талапшылық туралы айтылмаған кіріспеде, оның бір беткейлігі туралы айтылмаған, зеректігі айтылмаған, демек, алғырлығы туралы айтылған. Яғни ескіше сауатын ашады, есеп қисапты білет, орыс алфавитінде ежіктеп оқи беруші еді. Біз осы тұстардан Бауыржан Момышұлының әкесінің алғырлығын аңғарамыз. Момыш меңгерген өнер. Қандай өнерді меңгерген екен? Жас күнінде ағаш ұста болыпты. Етікші де атаныпты, тәуіпшілдігі де бар екен. Міне, ағаш ұста атаныпты, етікші де болыпты, атаныпты, тәуіпшілдігі де бар екен. Әсіресе зергерлікті өте жақсы көрген. Біздің елде одан өткен зергер ұста болмаған. Жігіт күнінде қыз келіншектің көңілін аулау амалымен үйренген бұл зергерлік өнерін әкем қартайғанда да тастамаған. Мұнда ол соққан сақина білесіктің салып жүрген көзі тірі кемпірлер бар. Демек, Момыш меңгерген, яғни Бауыржан Момышұлының әкесі меңгерген өнер, міне, ұсталық, етікші, зергерлік. Міне, ұста, зергер, етікші. Әрбір нұсқаға назар аударамыз. Ол кезде мысалы, бұл жерде А нұсқасында тілмәш туралы, офицер Би туралы айтылған жоқ, әкесі туралы.
әкесінің учитель болғаны, ардагер болғаны айтылған жоқ. Емшілігі бар екен, тәуіпшілігі, бірақ мына екі сөздер сәйкес келмейді. Ал саудагерлігі туралы айтылған жоқ, сауыншылығы туралы айтылған жоқ, ақындығы туралы айтылған жоқ. Демек, оның бізде мына үзіндіде байқадыңыздар, әкесінің ұсталығы, зергерлігі, етікші болғандығы айтылды. Міне, барлық сұрақтарға біз жауап бердік. Әрине, тағы да естеріңізге сала кетейін. Мәтіннің сұрақтарына талдау жасаған кезде біз мәтін мазмұнынан ауытқымаймыз. Мәтін мазмұнын басшылыққа алып отырамыз. Бірінші сұрақта Бауыржан Момышұлының әкесінің жасы 50-де еңсерген екен. Мәтінде айтылған. Екінші сұрақта мәтіннің соңғы азат жолына сәйкес келетін мақал-мәтел, яғни мына жерде 7 ата туралы айтылған. Демек, 7 атасын білмеген жетесіз деген мақал сәйкес келеді. Одан кейін әжемнің әкеме қойған аты, міне, қара қатпа. Келесі, 4-ші сұрақта мәтіннің кіріспесінде автордың әке бейнесін еске түсіруде назар аударған тұсы, міне, сауаттылығы жайында, яғни оның біз барлығын жинақтап, алғырлығы деген нұсқаны белгілейміз. 5-ші сұрақта Момыш меңгерген өнер, яғни Бауыржан Момышұлының әкесі меңгерген өнер, ол әкесі ұста болған, зергер және етікші болған екен. Назарларыңызға рахмет. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және өз пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Келесі мәтін талдауда кездескенше сау саламатта болыңыздар.